40-80 жылдарда әдебиет саласы қалай дамыды? Театр өнерінде қандай жаңалықтар болды? Қазақ кино индустриясының дамуы қалай өтті? Осы сұрақтарға жауап берейік. 40-80 жылдарда әдебиет саласы қалай дамыды? Мұхтар Әуезовтің Абай роман-эпопеясының бірінші кітабы соғыс жылдарындағы қазақ әдебиетіндегі ең ірі құбылыс болды. Ғабит Мүсіреповтің Қазақ солдаты, Сәбит Мұқановтың Ботагөз, Ілияс Есенберлиннің Көшпенділер, Әбдіжәміл Нұрпейісовтің Қан мен тер романдары жарияланды. Соғыстан кейінгі дәуірде қазақ әдебиеті Әбдіжәміл Нұрпейісов, Тахауи Ахтанов, Бауыржан Момышұлы, Сәбит Мұқанов, Ғабиден Мұстафин, тағы да басқа жазушылардың Қасым Аманжолов, Хамит Ерғалиев, Жұбан Молдағалиев, Қалижан Бекқожин секілді ақындардың, Әлжаппар Әбішев, Әбділда Тәжібаев және тағы да басқа драматургтердің шығармаларымен байыды. 60-80 жылдары қазақ әдебиеті Ілияс Есенберлин, Әзілхан Нұршайықов, Мұқағали Мақатаев, Төлеген Айбергенов, Олжас Сүлейменов, Мұхтар Шаханов, Қадыр Мырзәлі, Фариза Оңғарсынова, Әбіш Кекілбаев, Оралхан Бөкей және тағы басқа көптеген ақын жазушылардың шығармалары арқылы табысқа жетті. Театр өнерінде қандай жаңалықтар болды? Мұқан Төлебаевтың Біржан мен Сара, Евгений Брусиловскийдің Дударай, Құддыс Қожамияровтың Назгүм опералары, Шәмші Қалдаяқов, Латиф Хамиди, Нұрғиса Тілендиев, Әбілахат Еспаев, Әлия Жақанов сынды сазгерлердің әндері Қазақстанның музыкалық мәдениетінің алтын қорына енді. Әміре Қашаубаев негізін салып кеткен игі дәстүрді Бибігүл Төлегенова, Ермек Серкебаев, Әлбек Дінішев, Роза Жаманова, Роза Бағланова, Роза Рымбаева сынды әншілер жалғастырып байытты. Қазақстан академиялық опера және балет театры Пуччинидің Чио-Чио-сан, Чайковскийдің Евгений Онегин операларын, Манкустың Бақшасарай фонтаны, Жизель балет спектакльдерін сахналады. Сазгерлер Евгений Брусиловский, Мұқан Төлебаев, Латиф Хамиди Қазақ КСР-ның мемлекеттік ән ұранын жазды. Қазақ кино индустриясының дамуы қалай өтті? Соғыс жылдарында Қазақстанға көшіріп әкелінген Мосфильм мен Ленфильм Алматы киностудиясының негізінде ұйымдастырылған біріккен орталық киностудия райком хатшысы, орыс адамдары, Күт мені, Григорий Котовский, Георгий Сакадзе және басқа фильмдерді түсірді. Ботагөз, Аққан жұлдыз, Менің атым Қожа, Қыз жібек, Атаманның ақыры, Транссібір экспресі, Бейбарыс Сұлтан, Біздің сүйікті дәргер фильмдері кино өнерінің таңдаулы туындыларына айналды. Қазақ киносының табыстары көбінесе Нұрмұхан Жантөрин, Ыдырыс Ноғайбаев, Асанәлі Әшімов, Әнуар Боранбаев сынды әртістер мен атақты Шәкен Айманов, Мәжит Бегалин, Сұлтан Қожықов, Абдулла Қарсақбаев, Талғат Теменов сынды режиссерлердің шығармашылық қызметтерімен байланысты. Соғыстан кейінгі жылдары қылғалам шеберлері Қанапия Телжанов, Молдахмет Кенбаев, Нағым Нұрмұхамбетов, Евгений Сидоркин, Николай Гаев, Хакімжан Наурызбаев, Сабыр Мәмбеев, Сахи Романов бейнелеу өнерімен тәнті етті. Қорыта айтқанда, 40-80 жылдардағы қазақ әдебиеті мен өнерінің дамуына кеңестік идеологияның ықпалы зор болды. Дегенмен ұлттық салт дәстүрді, әдет-ғұрыптарды бейнелей білген режиссерлердің картиналары қазақтың алтын қорына енді. Кеңестік идеологияда еңбек адамын дәріптеуге бағытталған картиналар қоғам үшін жақсы әсер қалдырды. Ол картиналар әлі күнге дейін көрермендердің қызығушылығын жоғалтқан жоқ.